toptadım. Her bir үйдің нұр бейнесін жүрегімді мен сақтадым. Айналайын класстастарым. Her bir үйдің нұр бейнесін жүрегімді мен сақтадым. Айналайын класстастарым. Көрмекші өрнек тоқиды, қыздар болса сабақ оқиды. Мұғалима сабақ сұрап тұрған шығар құстай сайрап. Айналайын класстастарым. Шашлик десе топырлайтын, сабақ десе оқымайтын. Айналайын класстастарым. Оқы дейді ғой, бірақ оны түсінбейді ғой. Вечер десе топырлайтын, сабақ десе оқымайтын. Айналайын класстастарым. Вечер десе топырлайтын, сабақ десе оқымайтын. Айналайын класстастарым. Араладым ауыл бақтарын, іздеп жүрдім бірақ таппадым. Әрбір үйдің нұр бейнесін жүрегімді мен сақтадым. Айналайын класстастарым. Әрбір үйдің нұр бейнесін жүрегімді мен сақтадым. Айналайын класстастарым. Әжаға қалайсың? Қала қалалар қалай, кішем қалай әжаға? Күйімнен настроение жоқ мен. Шаршап жүрмін. Әжаға ауылды сағындым. Ауылды сағынып қатты, бәрінің қадірі өтер. Жүрекке сағыныш батты, ауылға барғым келер. Жоларып жеткізбей саған, ойымда өзің ғана. Келер мен алыслардан, сағындым сені ана. Қайтарман ауылға қарай, ішімде сағыныш талай. Жетпейді ауылыма, жердегі барлық шырай. Қайтарман ауылға қарай, ішімде сағыныш талай. Жетпейді ауылыма, достарым талай. Достарым күттер мені, ауылдың хауасы басқа, алыстан тартар мені. Жоларым жеткізбей саған, ойымда өзің ғана. Келер мен алыслардан, сағындым сені ана. Қайтарман ауылға қарай, ішімде сағыныш талай. Жетпейді ауылыма, жердегі барлық шырай. Қайтарман ауылға қарай, ішімде сағыныш талай. Жетпейді ауылыма, достарым талай. Жетпейді ауылыма, достарым талай. Құда қалесе барама. Айран қала бердік, 10 зат деп. Саламат. Мощный болсаң ғой. Үшінші класс түнде өтедің бе? Бәрін еске алайын дедім мен өте бастап. Амин. Ал. Бұған қане айт. Ham kuyovimizдің, ham жездеміздің, ham
Bugungi uchrashuv kechamiz bir yaxshi kun bo'lib o'tsin. Ne qilamiz? Xudo xolasa shu 50-60 yilliklardan belgilaymiz. Ko'p festival. Hammaga o'ng bo'lsin. O'ng bo'la bersin. Hamma yaxshi. Yaxshi turga oldinda. Assalomu alaykum. O'rtasi qaldiramizda bo'ldi. Yaxshi qo'yadi. Ha? Va alaykum assalom. Ko'ylagim, ho, ko'ylagim. Ko'ylagimni aytdi qo'y endi. Birinchi klassda ko'ylagimni aytdi qo'y endi. Boshqani aytgan o'rladik. Hadi qayda? Alay amin. Basta ko'rsatuvda abi yo'q, bu ko'rmaydi. Qayda bilaylik. Bizlar ko'ylagimda Ustozni kunda ko'rmatgan shardim. Hükümet üstünde küllerge yetkirebe. Al jigitlar amalchat turdinglarmi? Uyushmalashganimiz amanmi? Al o'ng bo'lsin. Kecha dasturxonda aytib qo'ydim, Nurg'onim qo'shiqqa boradi, жаңа adamlar bir respublikada bo'lsa bilmaydigan joy eshitmadim. Avayslar. Ajam, kompyuterlar yozilmagan ekan. O kishi tanimay qoldi bu. Avsalayma. Jasad ketsin bu deb pat. Barmayman deydi. Yo'q, buni ana qizlar qo'shib qalay. Ayjan opam qatarida. Ayjan opam qoldi. Mahmud Paralish. aytchi Ayjan opa, жаңа Ayjan Ajan qalay. Hammani ustunday yaxshi kunlarga yetkiravergan Xudoyim. 40 yillik, 50 yillik, 60 yillik maktab bitirganimizga hammamiz bağrımız bütün basımız aman su dört göz değil hammamiz xatasa berganmiz. Oo, bir kamu temurrat baba. Koysan şuraya. Aman bak. Şaks. Hayırlı geldin sana etme. Evet, tamam. Kızlar var. Kızlar çetriyor. Başını yok. Başını takmaydı. Hadi Mahmut. Hani aytib sizlarga Bağrı bütün Xudoyim sağ. Hech kimni jo'ytmay hammasi yetib qatnasa berganmiz. Basın bacaklar soğudun bir de özür dilerim. Jinoldingizmi? Aman gapdamiz mi? Bir karşı yerden. Yenge geldim. Yuqoriga kelgan. Opiyu. Gece olmayan aytlandı. Burası. Tastadim bu yer. Xudog'ay bu. Qizlar qo'ng bo'lsin. Şaman açlarına keşke Şunu ayttirdi. Dev pantiklar
Oğlum olsun aldı. Hayır megen oğlum olsun. Öyle de olmasın. Ama yaptı respekt kılırsan. Soğustama. Құдайым мына 40 жылдан тағы 40 жылдарға жеткене берсін. Жақсы күндеріңіз көп болсын. Ең жаман күндеріңіз сондай болсын. Алла көрде Оны қағылмайма осы жерде. Böyle olmasa başlattık. Saydı mektepin ağzında kameraga түсіп. Бәк қойып әкесінің баласы енді шақыра. Жүрдім бірақ таппадым Әрбір үйдің нұр бейнесін жүрегімді мен сақтадым Айналайын класстастарым Әрбір үйдің нұр бейнесін жүрегімді мен сақтадым Айналайын класстастарым көрмекші өрнек тоқиды Қыздар болса сабақ оқиды Мұғалима сабақ сұрап тұрған шығар құстай сайрап Айналайын класстастарым Шашлик десе топырлайтын, сабақ десе оқымайтын Айналайын класстастарым Мұғалима оқы дейді ғой Бірақ оны түсінбейді ғой Вечер десе топырлайтын, сабақ десе оқымайтын Айналайын класстастарым Вечер десе топырлайтын, сабақ десе оқымайтын Айналайын класстастарым Араладым ауыл бақтарын Іздеп жүрдім бірақ таппадым Әрбір үйдің нұр бейнесін жүрегімді мен сақтадым Айналайын класстастарым Әрбір үйдің нұр бейнесін жүрегімді мен сақтадым Айналайын класстастарым Сол бір сәттер есте сақтаулы Бір-біріммен жарысатын анкетаға жазысатын Айналайын класстастарым Бір-біріммен жарысатын анкетаға жазысатын Айналайын класстастарым Айға да ұшып қайда кетмейлі Өздеріңді жүрек іздейді Қайда оралмас қайран жылдар сағынышқа айналдырған Айналайын класстастарым Қайта оралмас қайран жылдар сағынышқа айналдырған Аман болшы класстастарым Айналайын класстастарым Davamlı bola bergey Allah. Amin amalıkpен жеткізе бергей. Өмірдің ең ширін
сендегі біздерге әр тасың қымбат. 40 жыл мінеки демде өткенін сезбеппіз уақытта демде зымырап. Дәстепкі қадемді өзіңнен басылап, әліппе ұслаттың тұңғыш рет қолға. Міне неше жылдарды арқаға таслап, нәзер салмақшымыз өтмішлік жолға. Ассаламу алейкум бүгінгі кешеміздің әзиз меймандары, ассаламу алейкум нурани ұстазлар, әнде бүгінгі кешеміздің қаһармалары. Міне бүгін бұрынғы Ажинияз атындағы қазіргі 4-ші салы мектепті 1985 жылы қанат қоңлап ұшып кеткен қарлығаштар, яғни ағаларымыз, апаларымыздың дидар несіп ұшырасу кешесіне қош келіпсіздер. Құрметлі әзиз меймандар, нурани ұстазлар, әмде бүгінгі кешеміздің қаһармалары. Баршаңызды бүгінгі 40 жылдық дидар несіп ұшырасу кешеңіз бенен шын жүректен құттықтаймыз. Әмде бүгінгі кешемізді салтанатлы түрде ашып беру үшін сөзді мектебіміз директоры Звасханова Айшолпан апаға береміз. Мархамат. Бүгінгі 40 жылдық иелері, сіздерді бүгінгі байрамыңызға шын жүректен құттықтаймын. Өздеріңізге денсаулық, шаңырақтарыңызға ауызбіршілік тілеймін. Бүгінгі кейіпкер ешқашан сіздерді тәрк етпесін. Бұнан кейін 10 жылдан кейін, 20 жылдан кейін осындай төрт көз төл болып отыру сіздерге несіп етсін. Ұлы үміт күткен таңлар атқанда, мектепке ең дәстек қадем басқанда, тұңғыш мәрте отан сөзін айтқанда, жалықпай үйреткен әзиз ұстазлар. Әрбір оқушыға диққат қаратып, қарайды ол үлкен сенім менен, нәтижелерден үлкен бағалар жаратып, құрметке бөленіп, алғыслар менен. Ендігі дәуретті 1975-1985 жылдар аралығында өз білімі, тұрмыстық тәжірибесі менен үлкен өмірге таярлаған, бағдар берген ұстаздарымыздың өз шәкіртлеріне, перзентлеріне деген сезімдерін ортақтасуға береміз. Мархамат. Құтлықранова Дәлхан апа, Құдайназарова Үміт апамыз, Шәпшиев Тұрғанбай ағамыз, Құдайназар Пережіп ағаларымыз. Құрметлі оқушылар, мұғалімдер, байрамдарыңыз құтлы болсын. Барлық уақытта жүзіңізде осындай қуаныш, бір-біріңізбенен ұшырасып, бір бақытлы балаларыңыздың бақытлы тұрмыстарын көріп, бір-біріңізбенен қуанысып ұшыраса бергейсіз. Бұл кешелерді шүргін естіріп отырған қыз жігітлер, рахмет, бір-біріңізді көріп, кішкентай балалық уақытларыңыз еске түседі. Міне біздерді мына сыйлап шақырып жатырсыз. Рахмет. Сіздерге де Құдайым біздерде үлкен жас берсін. Семьяларыңызда бақыт, келешек тұрмыстарыңызда бір ауызбіршіліклі балалар болып, ауызбіршіліклі қызлар болып, жақсы тұрмыста жасай берің. Ол қызларыңызды арман еткеніңіздей тәрбиелеп, солардың рәтін көре берің. Рахмет шақырғандарыңызға. Ассаламу алейкум бүгінгі кеше қатынасушылары. Міне бүгін балалықты естіп келіп отыр екенсіз, білім алған мектебіңізге қош келіпсіз. Енді мінекей бір-біріңізді көріп дидар несіп деп айтады ғой, дұрыс сол дидар несіп болып көріп жатырсыз. Балалықтағы қуаныш күндеріңізді мейірден жуырып жүріп едік деп естейсіз. Не кеше арадан кеткен достарыңызды естеп жатырсыз, Құдайым садақа беріп жатырсыз, қабыл болсын. Бұны шөркендестіріп жатырған жігіт қызларға рахмет. Не сыйлап шақырып жатыр, сәлемеңіз, аман жүрің бала шағаңыздың алдында. Кеше кішкентай балалар болсаңыз, бүгін көріп қуанып жатырмыз. Үлкен жігіт, үлкен қызлар болғансыз, әр күніңіз бір семьяны тербетіп отырсыз. Ел ағам амандық тілейміз, еле алдағы жұмыстарыңызда табыстар бола берсін, бір-біріңізді естіп, осындай ұшырасып тұра берің. Рахмет. Ассаламу алейкум, құрметті ұстаздар. Мінекей жаңа директор қызымның айтып өткендей 40 жыл уақыт өтіпті арадан. Ұстаз шәкірт дәстүрі дауам ете берсін. Ұстаздар хәмеше ардағыңызда болсын. Сіздерді көріп біздер жасарып алармыз. Мына ауылдың колледжінде Ережеп Құдайназаров екеуміз екі группаның мастері болып едік. Көпшілігі біледі енді, шапалақ жегендерді айтпай содан біздер оқыған мұғалімдерім айтады, сен бала шапалақ жемедің бе деді, еш бадары. Сондай бұл дәстүр дауам ете берсін. Сіздерге бекем денсаулық тілейміз. Сол тұрмыста кім қайсы мамандықты елеген болса, соның жетік маманы болып жетсін. Һәммесін бір қожалықты иесіз семьяларыңызға, шаңырағыңызға амандық тілейміз. Өздеріңіз тәрбиелеп жатқан ұлы қыздар
biz elimizge bir belgili kadr mаман болып жетсін. Sizler hem terbiyesiz. Yani sizlerge bakır almayımız, özümüzge tengeyip dururuz. Bugün bakırdan şehirimiz şabadan bir gece. Sadaka verip o sadakalardan Allah da yerinde kabul olsun. Yani bizlerden koyup ayıplatmayın, sizlerden koyup jasarı bakın. 8 yıllar jasarı bakın. Yani jasarı alışıp istemiyor. 68 kızlar var. O sırada şöyle mesleğim o dönem adamlar günden beri biletimizi de oynanan bir yer gelip bir adamlar ters istiyorlar. O sırada şöyle mesleğim o jigitler gelip şahayana almadıklıyım ben. Hem benim bakımlı jigitler kızlar bu şu Ustaz Şakir derslerini devam edebilirim. Her günde Beskala'dan gelen bir bölüm var. Sonra bir Мінеки құрметті ұстаздар, оқушылар, мінеки 40 жылдық беріп жатқан екенсіз, дидеріңіз, құдайымыз сол, оң болсын. Бір-біріңізді көріп, ұстаздарды көріп, оқушыларды көріп, бір-біріңізді қуана батырып, құдайымыз ұзағына болсын. Құдайыма ендігі соң мінеки кешегі берген садақаларыңыздың Алла дәрігерінде қабыл болсын. Не дейміз сол, әмеңіз құдайым ендігі 50 жылдық басқа ағымыздағы үйлеріңізді аман-сау төрт бас, төлері жете берің. Аман-сау болсын құдайым. Her biriniz simalarınıza bak, tarzlar dileyin. Bir de sen Ұмытпаймыз мәңгі сенің атыңды, бұл дүнияда шәкіртің бар ұстазлар. Мәңгіге өшпестей атың қалып тұр, берген білімлерің бізге жарап тұр. Шәкіртлерің сені ойлап налып тұр, рухың шатлансын сенің ұстазлар. Мархум ұстазларымыз, бірінші ұстазымыз Құдайбергенова Ұлбосын апа, Садуллаева Шүкіржан апа, Заңқари қызы. Әмде балалығым келсе еді қайтадан, ұстазыма мың рахмет айтаман. Бүгін достар, классласлар жиылса, парталасым сол достымды жойтаман. Дошниязов Абатбай, Алламбергенова Патпа, Реймова Хурлыман, Құдайназарова Алтын, Утемуратов Омар, Алламбергенова Зоя, Аллаярова Гүлайым, Салиева Периза, Жемуратова Базар, Жемуратова Жұмагүл, Орынбаев Полат, Баймуратов Құрал, Қожаметов Сапарбай, Наурызбаев Тілепбай, Нұрниязов Оңғарбай, Алауаддинов, Шәмшет ағаларымыз, апаларымыз бүгінгі 40 жылға қатынаса алмаған ағаларымыздың жарқын естелігі мәңгі жүрегімізде сақланып қалсын. Миуасы сырғылған нұрлы бақ болып, сусынды қандырар бір бұлақ болып, бәрха жайнап жасынан жасан хақ болып, заман хақиқатлық заманы екен, ұстаз деген сіздей болады екен. Осы жерде құтылықлау сөзге Тоқташ апа, Көз апа, Қалқан апаларымыз. Алғыр қабылы. Ассаламалейкум, құрметті кешер қатысушылары. Бүгінгі 40 жылдық мерекеңіз құтты болсын. Hamimizдің шараңызға амандық, денсаулық, жұмысларыңызда табыс тілеймін. Осы дәрежеге міне келіп отырсыз. Суға қашеген тәрбиелаған ұл-қызларыңыздың қызықларын, жұбайларыңыздың тең көре бергейсіз. Соңына ұстазларды шақырып, құрмет етіп отырсыз. Бас қостырып, сіздерге көп-көп рахмет, алғысылар айтамын. Мектеп администрациясына да көп-көп рахмет. Hamimizге амандық тілеймін. Тойларыңыз тойға оласын. Ассалаумағалейкум, бүгінгі кешенің қатынасушылары,
Кешеңіз оң болсын, лайым 40 жыл беріп атқан екенсіз. 50 жыл, 60 жылда да басыңыз аман, бауырыңыз бүтін болып, ойнап күліп жүре бергейсіз. Коллектив, 4-ші мектеп коллективі, ұстазлар барлығын шақырып атқан екенсіз, лайым. Рахмет, кеуіңізге берсін, және бір мәртебе оң болсын, байрамыңыз. Ассаламу алейкум, нурани ұстазлар. Ассаламу алейкум, бүгінгі 40 жылдық ұшырасу кешеміздің себепшілері. Мінекей бүгін 40 жылдық кешемізді бір өткізуге мәслихаттесіп қарар қылған екенсіз. Байрамларыңыз байрамларға ұлассын. Енді мінекей балалығыңызды естеп, жаслығыңызды естеп, бүгін бір кешеңіз кеуілі, қуанышлы өтсін. Жүздеріңізден қуаныш нұры, көздеріңізден күлкі кетпегей. Құдайым өсіріп атырған ұл-қызларыңыздың жақсы тәшеушілерінен айырылмағайсыз. Баламды үйлендіруім керек, қызымды, ақылықлардың нелерін, жақсы байрамларын өткеруім керек деген тәшеушілерінде жүгіріп жүре бергейсіз. Соны көруге біздерім уа болып естіп жүргейміз. Жақсы ойларыңызды, жақсы ниетлеріңізді беріп атырған той мерекелеріңізді. Әмеңіз бала-шағаңыздың алдында аман болың, сау болың. Жақсы күндерде ұшыраса бергейміз. Мінекей сіздердің балалығыңызды өткізіп, бір жаслығыңызды кезіп жүрген, осы мектепте жүрген уақытларыңызды күлісіп, қуанысып естеп атырған екен. Біздер де тап сіздердей. Біздердің жаслығымыз өткен, осы жерлерді қайра-қайра басып, 40 жыл қатынаған мектебіміз үлкен даргай, үлкен мешіт. Құдайым осы білім алып атырған жасларымыздан осы біздердің, сіздердің күніңізге жеткізе бергей. Ассаламу алейкум, құрметті бүгінгі мереке берілген жаслар дей берейік, енді бүгін жас болып отырсыз бәріңіз. Тойларыңыз оң болсын, өмір жасыңыз ұзын болсын, шаңырақтарыңызға амандық тілейме, балаларыңыз алдында сау саламат жүре беріңдер. Байрамларыңыз байрамларға ұласа берсін, тағы бір мәрте оң бола берсін. Ассаламу алейкум, мерекенің қатынасушылары, келушілеріміз, қош келіпсіздер ана мектебімізге. Бәріңізге зор денсаулық, семьяларыңызға бақыт тілеймін. Бала-шағаларыңыздың рәтілерін дайым. Мына жұбайларыңызбен тең көрің. Ата-ана мұғалімдеріңізді сыйлап шақырып атырсыздар. Сіздерді Құдай сыйласын. Мына мектеп жәмиятынан жаңа оқу жылымен құттықтап бұларға да табыстар тілеймін. Аман болың, тойларыңыз тойлар болсын, осындай ұшырасу кешелер елі көп болсын сіздерде. Оқ қадырдан жерім саралтын елім, қымбатлы біз үшін шөлің һәм көлің. Бүгін әбден теңе епсең нұрға бөленіп, тағы мен құшағыңа сағынып келдім. Сахнада 4-ші салы мектептің 9-ші класс оқушылары аяқ ойын. Мархамат.
асылай билер ел жыраққа. Адам болып елге танылған уақытта ұстазды ұмытпа дегім келеді. Марқұм ұстазымыз Садуллаева Шүкіржан апамыздың қызы Қарымжан апаға сөз береміз. Мархамат. Ассалаумағалейкум, ұстазлар, әділі ұстазлар, кеше қатынасушылары, себепшілері. Мен бүгін жиналып осындай бір-бірімізді көріп, жиналып осындай кеше отырып жатыр екенсіз, оң болсын, ұзағына болсын, давамлы болсын, 90-100 жаста да басыңыз бүтін, бауырыңыз бүтін, басыңыз қосылып, бәріңіз сөйтіп отыра беру несіп етсін. Не дейміз? Ұстазыңыз болғанда бәріңізді ат-мат, фамилия айтады деп, өзі болмағанын білмейміз. Олар не шақырып жатырсыз, сыйлап, рахмет сыйлағаныңыз үшін, Алла сыйласын. Осы кешегі берген, еслеп берген садақаларыңыз Алладар қайында қабыл болсын. Осындай ойнап күліп, жақсы күндерде ұшырасу несіп етсін. 3 класс оқушысы Бекниязова Айсараға рахмет етеміз. Мархамат. Ендігі құлақлаушы сөзді Сапаров Айтбай ағамыз, Жақсымат Ғажмегүл апамыз, Юсупбаев Махмұт ағаларымыз әмде, Сәтбаев Жұмабай ағамыз, Жауытбаева Марзия апа, Жайылғанова Гүлбахар апамыз, Қылышбаева Махфуза апа, Замантинова Бибруз апамыз, Тілеумұратова Ұлмекен апаларымыз брат етеміз. Мархамат. Мәділ ұстаздар, бүгінгі кеше қатынасушылар, бүгін 1985 жылы Мәжнияз орта мектепті біткеріп кеткен жастар деп айтып тұр, қалқанапаң айтқан бойынша жастар деп атымыз. Соған мен бүгін ұшырасу кешесі өткерейік, ұстаздарымызды көрейік, ұстаздарға бір рахмет айтайық, әмеміз жиналып отырмыз. Бірінші класстан бастап оқытқан ұстазымыз, қалған ұстаздарымыздың әмесіне, студенттердің қызлардың аттарынан рахмет айтамын. Кешегі берген барлық білімлеріңіз, тәрбияларыңыз ешқандай қате кеткен жоқ. Өзінің орындарын тауып тұрмызда, сондай өздерінің кәсіби мамандары, қазір әрқайсысы 3-4 ұл перзенттің әкесі, ата-анасы, әмесі ақыл сүйіп. Соның үшін бір сіздерге үлкен рахмет айтамын. Сол дүние тұрғанша тұрыңдар, ендігі 50 жылды, 60 жылды мерекелерімізге қатынасу несіп ете берсін. Сол Құдайым сіздердің үйлеріңізге амандық тілеймін, жақсы күндерді тілеймін. Әмме жақсы тілектердің бәрі сіздерге қарам кластың жігітлерінен қалсын азмас. Сөйтіп отырған жігіт қыздардан әммен болсын айтамын, құтылы болсын айтамын. Сол менің айта жағым. Құрметті ұстазлар, hürmetli класстас достарым. Ұстазлар, сіздерге көп рахмет. Мінекей, осы дәрежеге
келуімізге сіздердің көп неңіз тиді. Бәріңізге оң болсын, мінекей 40 жылдық басталып жатқан тойларымыз. Рахмет бәріңізге. Ассалаумағалейкум, әділі, қадірлі ұстазларым, мектеп, 4-ші салы мектеп жамағаты, шәкіртлерім, достарым, бүгін міне сіздерменен ұшырасайық деп дидар несіп етіп бүгін ұшырасып отырған екенбіз. Жүдә қуаныштымыз. Неше күннен бері қандай болып өтеді, қайтып ортаға келтіреміз деп мына жігітлер ойласып, көп жұмыстар істеді. Осы жігітлерге де рахмет айтамын. Мінекей қуанғанымнан не айтарымды білмей тұрмын. Осы ұшырасуға келіп несіп еткеніне де қуанамыз. Арамызда не деген достарымыз кеткен. Біздер соларды көре алмай, осы қызықларды көре алмай кетті. Біздер олардың жатқан жерлері жарық болсын деп кеше садақа беріп жатырмыз. Қабыл болсын һәммесі. Міне қалған достарымыз осы 40 жылдық, 50 жылдық кешелерден өткере берсін. Біздер мінекей 50 жылдық мектепте оқығанда Дәлхан апа бірінші ұстазымыз болды. Ең бірінші Қазақбай аға деген ұстазымыз бар еді, бірақ оны тауа алмадық, қаяқта кеткен білмедік. Кейін Дәлхан апа оқытып кетті біздерді. Дәлхан апа оқытқанда қатты біздерді қызықтырып оқытатын еді. Дәптердің сыртына 5 деген мынандай қызыл неменен 5 деген санды салып келетін еді. Сол күні кім қосықты жақсы аярласа, ямаса кім сабақты жақсы оқып келсе, сол 5-ті соған беріп жіберетін еді. Сол 5-ті алу үшін қатты қызғанып, Дәлхан апа дұрыс па? Сол 5-ті алып кетуге таласатын еді. Сөйтіп һәммеміз Мафрузамен жарысып оқитын едім мен. Сол 5-ті алуға қатты әрекет ететін едік. Рахмет біліміңізге. Сол біліміңіздің нәтижесінде мінекей нан жеп жатырмыз. Мінекей біздер ұстаз болдық, сіздердің шәкіртлеріңіз болып. Мыңда рахмет берген білімдеріңізге. Міне Үміт апа оқытты кейін ала. Үміт апа да жас Қарақалпақтың әдебиет мұғалімі болып келіп біздерді оқытып, Ілияс ағамды тұрмысқа шықпаған қыз, әуес етіп қарап тұрамыз, мощный болып киініп келеді. Біздер кішкентай баламыз, Үміт апам точный андай ішпелік топлилар киіп келгендеріне қызып қарап тұрамыз. Тие берсін Абатбай, бірақ үйдің қасында, біздің үйдің қасында дегенде еркін сөйтін еді, оны тәртіпсіздік ететін еді. Сондай мұғалімдеріміз бар. Неге соңғы мұғалімдер ізімізден жетілісіп жатырды. Білімдеріңізге берген рахмет, мыңда бір достарым, һәммеңіз аман болың. Жақсы күнде ұшырасу һәммемізге несіп етсін. Ассалаумағалейкум ұстазлар һәм құрбы құрдастар. Міне кешеден бері 40 жылдық ұшырасу деп отырмыз. Дидар несіп, не өлгелерді сыйлап кеше садақа бердіңіз. Садақаларыңыз Құдайдар қайында қабыл болсын. Ұстазларымыздың білім берген ең бірінші ұстазымыз Дәлхан апа, кейін Үміт апалар деп жатырмыз. Кейінгі басқа мұғалімдерден білім алдық. Білім алғанымызда тасқан ойға тастай болып, солардың нанын жеп жатырмыз. Һәммемне классластарымыз белгілі орындарда істеп жатырды. Өз орынларын келешекте тауып, ұстаз мұғалім болып жатыр, басқа тарауларда да істеп жатыр. Өсіріп жатырған ұл қыздардың рәтін теңдей көрген. Міне бүгін мектепте әдемі атыртымыз байрамлар һәммеге мүбәрек болсын. Ұстазларымыз еш уақытта орны жойылмасын. Алдымызда аман жүрің. Бүгін таңды шатлықпенен атырып, дүйім жұртты бәзім тойға шақырып, салтанатын кең әлемде шарқырып, құтылы болсын достар 40 жылдығыңыз. Бұл ошақтың ықпал отын жағуда, берекет бірлікке ұйтқы болуда, көззаллықтан алтын түрлер шашуда, құтылы болсын достар 40 жылдығыңыз. Ассалаумағалейкум, үрметлі жәмәәт, ұстаздарымыз, достарымыз, класстастарымыз. Бүгін мінекей һәммеміздің басымызды жинап сол жерге жәмленіп отырған мінекей 40 жылдық деп атап жатырмыз. Құдайым 40 жылдығымыз оң болсын, бәріңізге ұзағына қуантсын, класстастарыма, ұстаздарыма. Бұдан кейін маған күлметтіліктер айтып отырыпты ғой, 40 жылдық, 50 жылдық, 60 жылдық. Құдайым һәммеміз осындай неге жете бергеніміз, бауырымыз бүтін болып. Бағана айтып отырыпты, ұстаздарымыздың неге арамыздан өтіп кетті, тие берсін. Ұлбасын апамыз Құдай берген 1-ші классқа 75-ші жылы келгенімізде сол әріпті үйретіп деп һәммемізге не қылып жүрді. Одан кейінгі ұстаздар Дәлхан апам, тие берсін Дәулетбек апамыз, басқа да көп һәмме ұстаздарымыз білім берді. Құдайым солардың арқасы шығар, енді осы дәрежеге жетіп отырмыз һәммеміз. Рахмет ұстазлар. Біріншіден мен айтпақшымын, шөлкөмдестіріп жатқан класстас достарымызға, жігіттерге, қыздарға рахмет айтпақшымын бәріне Құдайым. Қалған және де осындай нелеріміз бола берсін. Һәмменің үйінде бауыр күтірлік тойлар бола берсін. Ұстаздарыма арнап бір қосығым рет оқып берейін. Мен емес, бірақ үлкен шайырлардікі. Мен палафан едім пәрвазға ашық, маған қамқор болдың құшағың ашып. Мәңгілік құяштай нұрыңды шашып, шыңларға ұшырған өзің ұстазым.
Мен бүлбүл едім сайрауға шайда, онда болдың да файда. Қолымнан жетелеп, тілсімді жайға айттың даналардың сөзін ұстазым. Мен бір тұлпар едім аңсаған сапар, güzel tavuk verdim katarma kadar. Sen aziz insansan kevlimde beher, dünyada tanıtkan gözüm ustazım. Men bir salma yedim deryaga kumar, sen sağam boldun da arnadın dımar. Sağ bol meni uşun kulağın aşınar, gözlerime sürme izin ustazım. Біздер осы дәрежеге жетісіп, әмме бас қосып біздерге жиналып отырмыз. Міне арамыздан кетіп қалған біздерге бірінші класста сабақ берген Шүкіржан апа, Ұлбосын апа, Құдайым жатқан жерлері жақты болсын, рухлары шат болсын. Сол қалған жастардың балаларына, қызларына берсін. Сол не қылып сендерге күнімен жақсы тілектер айтылып жатырды ғой, әммесі қабыл болсын. Осы Ажнияздың шаңырағын 75-ші жылы қадем басып келдік бірінші классқа. Араға 40 жыл салып, қазір 2025-те қадем басып кіріп жатырмыз. Осы 40 жылығымыз әммемізге оң болсын. Жақсы күндерді, жаңа ұстаздарымыз айтқандай, 50 жыл, 60 жылдарда да ұшырасу несіп етсін. Әммеміз орларымыз жойылмасын, әммеміз бақытлы, жақсылы болып жүре бергеніміз қуаныш. Ассалаумағалейкум, ұстаз апаларым, ағаларым, Құдайым бүгінгі байрамымыз құтты болсын, әммеңіз аман болайсызлар. Достарым, міне бүгін 40 жыл тойды басылап жатырмыз, көптен бері күткен армандарымыз күні жетіп келіп жатырмыз. Егізді бар қуаныш һәм қапалық. Жыл артынан жылдар өтер тақалып, әрбір өткен жыл жұлып алып барады. Өмірімнің бір келгішін қопарып дегендей, міне 1975 жылы келіп қадем атқан болсақ, 1985 жылы ұшып кеткен қарлығашыларымыз қайтып келіп, арадан 40 жыл өтіп, ана мектебімізге әлеуді ұстазларымызға міне сағынып, достарымызды бүгін ұшырасуға келіп отырмыз. Не демекші мен сонымен бірге міне білім берген ұстаз апа, Дәлхан апа, Рай апа, Әзиз апалардың барлығы бізге білім тәрбие беріп осы дәрежеге жеттік. Мен де осы жерде 1991 жылы мұғалім болып істеп кеттім. 2005 жылы Шоңайыр районының 5 сынып мектептің математика мұғалімі болдым. Кейіннен басқыш класс оқытушысы болып, Нұрани апалардың ізіне жетіп, Нұрани ұстаз болып, мен бақыт тәлім беріп отырмын. Аспанымыз ашық бізге мына перзенттеріміз, Құдайым, ол қызларымыз, Құдайым өздеріміздің шәкірттеріміз сол жетісе берген. Рахмет. Ассалаумағалейкум, құрметті ардақты ұстаздар және менің класслас достарым. Сіздер қазір түсінбейсіздер, мен қап туғандымын да. Класстас қыздарды, балаларды мен 40 жыл көрмедім. Қазір көріп отырмын, Құдайға шүкір, бұйыртты. Қаншама класстың қыздары бар, балалары бар. Жете алмай қалды, дәттеген ай ғой енді. Ұстаздар, сіздерге рахмет үлкен. Себебі тек қана білім берген жоқсыздар сіздер біздерге. Онымен бірге түзу жолды жүруге үйреттіңіздер. Ұрлық жасамаңдар деп айтатын едіңіздер. Біреудің ала жібін аттамауға үйреттіңіздер. Жығылып жатса тұрғызып жүруге үйреттіңіздер. Әрқайсыңыз орныңыз бөлек, жүрегімнің төрінен орын алады. Мен бір қиналатыным қазір Ұлбосын апаны көргім келеді. Бір құшақтап сүйсем екен, рахмет айтсам екен деймін да. Бірақ өкінішке орай жете алмай қалдық. Мейлі рухы шат болсын, бұрынғыдағы бала шағасы аман болсын. Тағы да класстастарымды да көргім келетін еді. Енді жарайды, Алланың ісі ғой енді. Біздің классқа айтатын рахметім өте мол да. Бірінші классқа келдік, осы мектепте 10 жыл оқыдық қой. Класста ешбір есімде жоқ. Елмұрат басқарған класс қой. Мен өте ризамын, Елмұрат, сені қатты жақсы көремін. Біздің класста ешкім бір төбелескен көрмедім мен балалардың. Айтыс көрмедім. Үндемей жүреді Елмұрат. Балалардың бәрі соны айтқан сізді тыңдайды ғой. Біреуі бір шашымыздан тартып, ұрып көрмеген ғой. Сол барлығы Елмұраттың арқасында бәрі ұрап алатын, үндемейтін, бірақ өзіне бағындырып алатын. Қызларды көрсем сондай ұрысып көрмеген, шаш болысып, төбелеспеген. Ойлаймын да бір, егер қайтадан туылсам, осы классқа келер едім, осы мектепке келер едім. Жаңағы маған Сары алтын деген бір
көңіліме не қылмайды жақын емес та 22-ші партияда қатты туған күнімде маған мәңгілік есімде қалады сол 22-ші партия Азиз мектеп айтатын сөзім көп қазір қатты қуалып тұрмын бірақ жүрегім сайрап тұр мұғалімдер сіздерге ұстазлар рахмет айтамын отбасыларыңыз аман болсын аман болыңыздар 100 жасаңыздар ауырмаңыздар ешқашан бала шағаңыз көп болсын мына сіздердің еңбектеріңіздің арқасы тек қана Өзбекстанда емес білім алған Қазақстанда білім алып жатыр бізді үлгі алатын Камалова Тамараны қылсаңыздаршы мектептің қуанышы ғой Россияда білім алып келді ғой енді ойламайсыздар мен Камалованы қатты сыйлаймын да енді шынымен соған қарай тәртіпті жаңа үлгілі ондай қыздарымыз көп қой Захира бар Күліман болатын алтынды жақсы көретін ғой мен алтын сияқты болғым келетін ғой ақыл болатын ғой алтынның ажағасы бар екен енді иман болсын мен кешіріңіз мен танымай қалдым алтын мектепте айтатын болсам алтын сияқты болғым келетін қандай өтірік сөйлеу ондай жоқ етін да кішкене қазақша қоссам ренжімеңіздер енді 39 жыл болды Алматыда тұрып жатқаныма барлығыңызға рахмет әрқайсысы қыздардың бәрін жақсы көремін балалардың бәрін жақсы көремін әттеңіне ғой класстың қыздары бұйырмады енді алланың ісі ғой біздерге бұйыртты 60 жылдық 70 жылдыққа бұйыртсын бәрімізге аман есен болайық басымыз сол кәдімгі жақсылық қана тілеймін қуаныш тілеймін үйлеріңізге бала шағаңыз аман болсын мен сіздерді жақсы көремін рахмет Sonra бұрынғы соғыстарда біздердің әріптерімізде аппақ қардай мазалы қалдай деген не болатын еді аударып қант деп жазып қоятын еді әліппеде сол мына құрағым бір тілдей қағазда жазып берді сол қағаз тозды мен ядай алмадым сөйтіп үйімізден ата ананы шақырып бір ай дегенде зорға ядлап алған білесіз бе апа сондан бір естіп кеткім келді Азырақ сұрауларыңыз бар. бірінші класста ең жалқауы мен еді. класста класс көп мынау айтпай болу керек жоқ біздер енді 70 мектебінде оқыдық 8-ге дейін 8-ден кейін сықтуға барып оқыдық қашқан біреуімен біреу тиіп абатбай деген осының бар еді сол базарбекпен оқымадым мен жеңіс шығар деймін сол Бірінші мұғаліміңіздің фамилиясы һәм атын. Мұратова Дархан. Сабақтан оқымай келгенде тікейіп қоятын мұғалім бар ма еді? Өзім тікейіп тұрмадым мен. Елмұрат тікейіп тұратын қасым. Рахмет. Класста кіммен нәубетші едіңіз? Олар Полжумат Роза менен. Есбергенова Роза менен жүргенмін. Экскурсияға кіммен баратын? Роза менен барамын. Сарыжинеге баратын қатық, су Ең ақырғы отырыспақ кімнің үйінде болды? Елизаның үйінде болды. Айтты сен. Ең ақырғы отырыспақ Гүлстанның үйінде болды. Классыңызда ең жақсы қосық айтатын адам? Тамара. Тамара Душилова. Камалова Тамара. 5 түрлі құрылыс материалының атын айтыңыз. математика болып кеттім ғой қиын жауап 5 түрлі құрылыс материалының аты цемент шебен тақтай арматура и плюс су Партада кіммен отырғансыз классыңызда? партада мен Жиемұратова базарменен отыратын едім тие берсін достымыз Оразаменен отырдым араласып отырып едік Ұлбосынапа тие берсін алмастыра беретін еді Абдықадырменен отырдым мінекей бір қызық айтып кетейін үстеде реті келіп қалды Айжан апамыз Айжан апамыз орысша еттен сабақ беретін еді сөйтіп ең іздеп отырамыз екінші этажда ар жақтан екінші класста шкаф болатын еді шкафқа Абдықадыр не қылады жаңағы
Кукушка деген қосып береді, лерім түткі, не помню сейчас. Соны қағазға жазып деп қыстырып қояды деді да, сөйтіп ажина фанақта тұрады, Бегілаев тұр дейді, түргіп тұрып деп досы жаңағы ағасы неге қарап тұрып оқиды да ол. Аты кукушка, ты сравнивайся деп жүріп, молодец Бегілаев, бес дейді. Маған мен тұрғызады, мен уже ядылап келемін, уже айтып береді сөйтіп. Сондай қызықтар болатын еді. Кейіннен Алаяр деген достымыз қазір бар ма? Алаяр тұр жүр орнында. Алаяр достымыз, анақта қазір қазір көптісі бар, Алаяр фактісі бар. Ол осыны ақылға айтады, ол мұған басым ауыртын менің. Қайта бері бар дейді, қызыл өткілін дейіп, паркісін жеп өткілген қам ақылға қайтады. Үйіне барады да шаналап шығып, шанайды көзіне алады. Сондай қызықтар болған еді. Байбұрат. Байбұраттың фамилиясын көп. Ең қатты қол мұғаліміңіз кім еді? Не болған? Қатты қол. Бес түрлі телефонның маркасының аттарын айтып берсеңіз. Қиын сұрақ ма? Samsung, Nokia, Motorola. Samsung, Nokia біздің ертеде пайдаланған. Redmi, iPhone. Рахмет, көп. Қоштарыңыздың сіздерге деген сауалары бар екен, мархамат тапсыруға рұқсат берсеңіз. Байбұратов Айтбұрат ағамыздың бір осы жерден еткен сөзін айтып кетейін. Бір ұлама келтірген екен дейді атта, сөйтіп әмбе сәлем беріп атырған, жаңа ұламаға аттан түспей сәлем беріп атқан, сөйтіп алдына бір 5 жасар ұлаға кеткен екен. Ұлама аттан түсіп 5 жасар ұлаға сәлем берген, сөйтіп қасындағы айран қалып сөйтіп сен ұстазымның баласы еді деп айтады. Ұстазының баласы демек, ұстаздың баласы да ұстаздай болып не алады екен. Соған сәлем берген 5 жасар ұлаға. Рахмет. Sizlerge bu boş aytып bereyim. Dostlar koymayatı boş aytып berdim. Deriyalar dağlardan sağa alganday, sizler menen nöbet sağam bolgansız. Bala günlerimde akkan tağlarda, ömrüm yaşım kanam bolgansız. Bala günlerimde akkan tağlarda, ömrüm yaşım kanam bolgansız. Rahmet ustazlar, rahmetler sizge, merhamet nur jausun kademingizge. Degen kullu insan bolgansız, 7 yaştan başlap hazır bizge. Ustaz degen kullu insan bolgansız. Alsın köp sizge, gönlüme jıylan. Sizler bizim üçün kaderli iman. Rahmet ustazlar, rahmetler sizge, merhamet nur jausun kalemingizge. 7 yaştan başlap hazırdı bizge. Ustaz degen ullu insan bolgansız, 7 yaştan başlap hazırdı bizge.
ұстаз деген ұлы инсан болғансыз. Рахмет. Бір жақсы адамға күнде іркіліп, сәлемдесер едім, көрмедім бүгін. Сондай кімдір бізді дағы бір күні бұл жолдан таба алмай жоқлауы мүмкін. Әзиз ұстаздар, бүгінгі кешеміздің сыйлы мейманы болғаныңыз үшін рахмет. Сіздерге үлкен minnettarchilik білдіреміз. Шаңырақтарыңызға амандық, өздеріңізге бекем денсаулық тілеймін. Guten Tag, Kinder. Мінекей бүгін жиналып жатырмыз, бәріміз міне 40 жыл өтіп арадан. Енді бір бұрынғы нелерімізді еслеп өтсек, әммеңіз бір сол уақытта оқушы балалар не партада отырыпсыз, соларды еслеп жатырсыз, қызлар. Міне әзір өздеріңіз сол уақытыңызға қайтып келеді да, сол не уақытындағы. Міне сол уақытты бір еслеп көрсек, кімнің есінде бар екен. Мен сол уақытта төмен оқушы бір жарым болмаса бәрі үлгерді мен өзімнің немнен де сабақтан. Қарақалпақ тілі әдебиетін өз қызықсынып оқып және өтсе, қандай қосық айтсақ, мына қосықты айтсақ деп өздері сұрау береді, бір-біріне сұрау береді мен. Сонда енді көбінесе әзір біздер Ибраим Юсупов ақында сұрасам, өттік сол не бойынша. Қандай қосықларынан білесіз соны? Кім айта алады? Ал яқшы, намасымен айтсаңыздар неміз бар. Намасымен айтсаңыздар, қазіргі дәуірімізге 5 қоямын соны. Бір күлетін, 2 күлетін айтып берсеңіздер болады. Мен соған қуанамын да өзімнің берген білімнің нәтижесі. Atlar güldür kişiler, harfılık büyüdün izler. Bota bozlap, koy mağrap, kevül su şer. Әзіз оқушылардың ескеріп көріп жүр, кеуіліміз көтеріліп қалды, жасылығымыз есімізге түсіп, сіздерге сабақ берген уақытта мен әйтеуір жас едім уақытлары. Сіздер гүлдей жайнап, сондай отыратын едіңіз, жақсы класс едіңіз, біреу-біреуізге таласып. Енді сен жаңа айтып отырсың ғой, ендешімге дейін айтайын деп, ол қосып ұяламаған адамның болуы мүмкін емес. Әмін ұялайды оны. Речь
көрсеткіш бойынша соны үйреттіретін еді. Сол үшін һәммен кім айтып бере алады жақсылап сол жаңағыны? In der Scheine die Sonne, in der Scheine die Städte, in der Scheine die Monde, in der Scheine auch Licht. Ein Sonnengräß ruft und es. Außer dir schreibt eben in mir scheine die Sonne, in mir leuchtet der Himmel, in mir schreibe die Ақыр аяғынан дейін бердім бе есе алмаймын, бірақ сіздер менің есімде көп қалғансыз да. Себебі төмен классларда 4 сағат өтілетін еді, есіңізде ме? Неміс тілі. 10-шы класста 2 сағат өтілетін еді. Сол уақытларда жаңағы Гетенің қосқылары бар еді. Лорелайды да Хами біледі, білесіз ба? Кім біледі кәне? Ich bin im Walde, so viel mich in, das kommt mir nicht aus dem Sinn деген қос қатарлармен басталады да, сондай һәмме жақсы көріп соны айтатын еді. Енді айта берсе көп қой айтатын нәрселер. Міне сіздер жақсы оқыған болсаңыз, ол алдыңыздан шығады. Саяхатларға барасыз, мысалы Қиуаға, және бір жерге барасыз, сол арқылары ана немістердің сөйлесіп жатырғанын еш болмаса бір-екі сөзіне түсінеді, жақсы оқып қалады, түсініп қалады соған. Олар неміслер, мысалы үшін, сіздер егер білсеңіз, бір сөзден жақсы айтсаңыз, олар қатты қуанып қалады, жүдә қуанады. Енді біздердің санамызға сіңіп қалған ғой, баяғы 45-ші жылғы ұрыста сондай болды деген санамызға сіңіп қалған, бірақ олар біздің Совет үкіметінің СССР деген сөзді жүдә хүрмет етеді олар, қаттыға. Енді мен немісінің нан жегесін айтқым келіп жатыр да, мына жақта жазылса көресіз ғой, ертең үйлеріңізге барғаннан кейін. Сол Қиуаға бір барып қалдым, сол жерде жаңағы қан сарайының несін түсіндіріп жатырған екен дейді, жаңағы ханның отыратын жерін, қызлардың әкелетін жерлерін, ол қызлар деп жүреді дегенде немісшелеп айтып жатыр да, мен бірден тоқтап қалғанмын сөйлеп. Сөйтіп қарап тұрғаннан кейін, олар болғаннан кейін мен оларға айттым да, немісшелеп айттым да, ешкі деген себепте мектен семер бекан шақырды деп айттым да, сіздер менен таныссам мүмкін бе, кешірерсіз деп, қуанып кетіп деп, мен бір жаман киімменен жүрген бір кемпірмен ғой енді былайша қарағанда. Сол қуанып кетіп деп қарады маған, сөйтіп сөйлесіп қалды. Сосын мен айттым, сондай немістің түкерім, сондай деп. Соған жүтті олар қуанып қалды. Сондай сіздерім бір-екі сөзді айтсаңызым, олар қуанып қалады. Сондай неміс лақында айта берсек көп. Олар мәдениетті барлық заты сіздерге үйреткен адамдар. Медицинаны үйреткен ең бірінші мен өткен классларыма айтатын едім, рентгенді, Роберт Кохты, сондай вакциналарды ойлап тапты. Кеше міне вирус туғанды біліп жатырған шығарсыз, вакцина не екен. Сол Кох деген кісі бір жарының баласы сол Индия, Африкада жүріп хайуанларға сол вакцинаны салып, соны дәлелдеп келгенде де оның жұмысын не қылмаған, қабылдамаған сондай қылып. Сол уақытта дәлелеп болғаннан кейін рентгендан сондай алғанда, мысалы үшін 5 бармақты неде түсіріп көрсеткен уақытта да не қылмаған. Рентген нұрлары деген бар ғой, сіздер рентгенге түсетін. Соны рентген деген кісі ойлап тапқан. Сөйтіп ана 2-ші этаждың қапысын ашып бақырған деп. Міне мен ойлап таптым, міне көрің дұрыс деп та. Сондай простой адам, простой жарының балалары. Бір ауылдан кетіріп, мектепке кетірганда, мынандай бір жағы ойнап жапырақты алады да жаңағы Кох деген. Құяшқа деп қараса ішінде не көрінеді ғой, сызғылар, талшық. Содан ойлайды ол. Мен енді врач боламын депті. Оның алдында ол география, тарихқа таярланып жүрген болады. Сөйтіп жаңағыдай Африка мен Индияға барып, вакцинаны ойлап табады. Любой салада неміс ілімпазларының үлесі көп. Әңгімесінде трактор ма, машина ма, самолет па, ямасы жерді минерализация қылу ма бәрінде. Мен енді солардан айтып қалғым келіп жатыр, енді сіздерге қатеме дұрыс па мұғалім деген сөйлеуші болады ғой. Сондай
Сіздерге рахмет. Міне біздерді сыйлап шақырып жатырсыз. Қуанып қалдық, міне қызларды, кешегі балаларды көріп, біреулер жөтіп сұрап жатырман меніне. Хамиңізге көп рахмет. Біздердің жолдарыңыз берсін. Осы мектепте мен 65 жылы келдім. Ана жақта едім онда. Мынау салынып жатыр еді. Сонда менің ауылым ана каналдың ар жағында мен туылып өскен ауылым. Шамратауыл мен әкем сол. Сонда қорқып түйелерден қорқып өтетін едік. Мына жерде қасақлардың түйелері шобыр өтеді. Біздер жасырынып отыратын едік. Сөйтіп мына мектепте біздер қашан оқиды екенбіз деп өтетін едік та. Тым жақсы сол 65-те келіп, біздер 75-те келген жылы сіздер бірінші классқа келесіз. Міне қандай 40 жыл. Біздер 67-68-ге шықтық. Кемпір болып жатырмыз. Біздердің жолыңызды берсін. Балаларыңыздың қызықларын көрің. Мына өмірлік жолдастарыңызбен сол бақытлы жасаң. Әмин, сіз жанасына амал. 68 жыл туылдым. Өзім туылған мақаным мына Бажман ауылы деген жер бар еді, бөлек тұратын. Мына сыртта. Сол жақта туылдым. 1975 жылы Жаумытбай Құттыбай аға оқытты, бір кішкентай бір үйіміздің бір шетекті. Осы жақтан баратын еді, 1-ші класс, 2-ші класс, 3-ші класстың қосып оқытады да біріне. Қыстың қаулы күні мына қасыларын, нелерін ата секілмейін баратын еді, қарын етіп, біздің үйге барады, асырап жылынып алатын еді. Бала 1-ші класспыз сол кезде. Сөйтіп жылынып алады. Убайдулла деген үлкен ағам бар еді. Фермер, үлкен бригад еді уақыларын. Сөйтіп пешке от жағады, уақылар газ не жоқ, тоқ жоқ біздің ауылда, газ жоқ. Сондай бір бөлмеде оқимыз. Сөйтіп жылынып барамыз. 1-ші класс, 2-ші класс, 3-ші класс, ішіне оқимыз. Біздерге өтеді, біздерге не беріп болып, 2-ші классқа өтеді. 3-ші классқа өтеді, соңымен әбет болады. Қайта түс қайта, ертеңіне тағы барады қыстың қыраулы күні. Тоңып, малақай түсіріп алады былай. Мен 4-ші класста бүйірге келдім. Әзіргі мектебіне келдім. Дәулетбек апам еді. Дәулетбек апам еді. Ғашық болсын, жатқан жер жарық болсын. Ұстаздарымыздың, өткен қызлардың, класстастарымыздың бәрі. Сондай қыстың қыраулы күні білім берген ұстазларым рухлары шат болсын, жатқан жерлері жарық болсын. Класстастарым қырғауларымыз оң болсын. Юсупбаевқа, Женалиевке, Камаловаға, Ремоваға үздік келген екен грамота мақтау қағазы. Екінші 11 сентябрь күні 76 жыл. Соны берді да. Үлгілі оқушы деді, мен сол ақша білмей, грамота солай болу керек. Женалиев Бейсенбаев, мінекей бар, Тамара бар, үлгілі қайтыс болып кетті, тиебесін. Кейінен Ұлбасын апасы қосық сабақ өтінде Гүлстан достымыз. Соғын, білмеймін, Новый Годқа тайылыққа бір көйләгім деген қосықты айтты да. Ұстап-тіп көйләгім, яңғы көйләк тіктілер, айетжаным байрам бет. Сол қызықла, соғынан бір енді Гүлстанды көрсек, көйләгім дейді. Кейінен тиебесін Дәулетбек апамыз қатты қол болды. Кешікпесек әм дізіп қояды сол Елмұраттан басылап, мен үсті парағат, алар бір дізіп қойды. Қадырдың өзі болса ғаледі, ол шықпайды далаға да, қосыққамен тез қатты оқушы болды. Тиебесін Ұлбасын апамыз, Дәулетбек апамыз сол қатты қол, бірақ сол қатты қолығы жүдә бір жақсы болды, негізі сол сөйтті. Әмме жақсы оқыды, балаларымыздан әммесі. Рахмет, тақатларыңыз үшін. Бірінші мұғаліміз Қазақбай аға деген мұғалім еді, бірақ оны еслей алмай жатырмыз, қаяқта екенін тауып алмадық. Кейінгі мұғаліміз Дәлхан апа, одан кейін Үміт апалар оқытты. 3-ші классларда жаңағы отряд бастық деген болатын еді ғой, пионер вожатыйға не болғанда. Сонда Әуез Ұзақбай аға бірінші не еді? Пионер вожатый мұғалім еді, есіңізде ме? Оқытты. Сондай жас мұғалім, жаңағы қызық сөздерді жақсы келістіріп айталатұғын тіл байлығы күшілі мұғалім еді, тие берсін, жаттан жер жарық болсын. Кейін ала осы мектепке келіп директор болды, одан ауыз үй көп істеді. Сол ағаның берген білімлерінен біздер жақсы тәлім алды білімін. Мен Ұзақбай ағаны еслеп кету үшін айтып жатырмын сол сөзді.
Жақсы, рахмет. Қыздар, мұғалімдерді естіп отыр ғой, мен бір мұғаліміміз болатын еді біздердің, Дәулетияр Қуанышбай аға деген. Соны азмас біздер ұмытып қойдық, кеше бір азмас біздерге классрум болды. 8 жылдық мектепте оқыдық, міне жақта соғыларда көп біздерге білім берген. Мысалға мәрзиялар айтып жатырды, өзі ұзақбайға оқудан тысқары мен бұл жақта шәкірттан болдым көп уақыттар. Бірге істестім ғой яшыл көлдермен. Мен бір естейін деген бір қуанышбай аға еді. Тие берсім шара қатты бір ақкөкірек, бір айтайық, бір өздерімізге құсаған бір оқушыдай болып біздермен араласып жүре береді. Білесіз ғой өздеріңіз. Қанша қай жерде пақтада болдық, қай жерде не болдық. Сол класстың баласы шығар дейтін едім мен ол. Сондай бір жақсы инсан еді. Бұл жерде Қуанышбай ағаның қарындастары отырыпты, інілері отырыпты, келілері отырыпты. Сол кісіні бір естіп қалуды мақұл көрдім. Сол кісіге бір үлкен рахмет соғылайым. Тоқырағы торқа болғай бұлайы. Сол бір жақсы инсан еді. Сол біздерді қатты өзінің баласындай болып жақсы көріп, бір шөжесіндей, палапандай ертіп жүретін еді. Бақытжан аға болатын еді, Байлиев Бақытжан аға. Ондан кейін мен және бір кісіні айта жатқан, ол тірі бірақ не қалман. Бір азмасы ауырып қалған, Жомытбаев Нетбай аға да біздерге бір майдан класс болды, класстың басшысы болды. Нетбай аға мен Қуанышбай ағадай болып не қылып жүрдік. Жігіттер соның бәрін мұғалімдерді, ұстаздарды бір тірісін, көрсін бәрін естіген уақытта сол ақсақалдардан бір айтқым келіп жатыр. Сіздердің хамеңізге міне бүгін жиналып ұстаздарға рахмет айттық. Бүгін бір ұстаздармен ұшырастық. Сол үйлеріңізге амандық тілеймін. Жақсы күндеріңіз көбеймін сіздердің. Бұндан бұяғына да бір ауызшылық болып, әмеңіз үйлеріңізге амандыққа, жақсы неске тойларға барайық. Әмеңізге рахмет. Қуанышбай классрумымыз болды. Өтеген Мақсат деген ағамыз онда классрум болды. Бұл классрум. Пақтада мешіт школ болды, Шомағалы деген жерде пақтада жаттық. Сол жерде мешіт школдың қыздарымен біздер танысыға барамыз, таныс ойнаймыз. Сөйтіп біздер ұстап алып, мұғалім біздерге бақырып, не қылып, бір күн қарасақ өзілері де жаңағы біздер не болсын, өзілері де бар деген жақсы жетті. Сөйтіп пақтада қашамыз. Міне де отырып үйімізде бар, үнмекен бар, Қуанышбай мұғалім жаңағы мотоциклінің бәріне құм шекер сап кеткен сол қыздар. Мотоциклмен ізден болды пақтадан қашқан кезде. Сөйтіп пақтадан қашып. Сондай қызықтар болды. Біздердің есімізде енді. Біздердің ұстазымыз ғой енді біздерге де не қылған. Мен сондай мақтаныш етіп айтып кеткім келеді. Біздің Ажнез мектебі дегенде һәме дүрлігіп тұратын еді, бірақ құдайлығы не? Ленинабад районынан любой жарысқа барғанда да қорқып қарайтын еді һәме жерде, қандай тарау болса да. Енді сол орыс класслар бар еді, қазақ класс, қарақалпақ класс, сондай көп еді бұл жерде. Зоя Никитичнаны айтып кеткім келеді, қандай жақсы оқыды, біздерге сондай сочинение дегенді қатесіз міне тамаралар сол бәрі оқыды осы қызлар һәмеңсан. Біздердің бекештеріміз оқыды, қалеген жерде олар еш сүрінген жоқ солардың арқасында да. Анна Никифоровна деген ол сондай ана нелерді шөлкемлестіріп завуш болып істеді ғой енді. Ал мына нелердегі пионер шөлкемін, комсомол шөлкемін қандай екенлерін сол өнерлер тітіреніп тұрып айтып, шест беріп һәме сондай қылатын еді. Сол традициялар балаларға сіңіп қалған. Мен енді және өзімнің ұстазым һәм ажығам не кімнің папасы бар ғой, Айтмұрат аға айтып отырсыз, директор деп. Ондай қылып еш мұғалімнің мен сабақ берген көрмедім Қарақалпақ әдебиетінен. Біздер көпшілік көп едік, классқа кіріп келетін еді, мысалы үшін бос сабақ болса жүгіріп кіріп келеді де, доскеге бір 3 теманы жазатын. Ал мынаға шығарма жазасыз. Ой, мынау және ятыр дейді құдайлығы да. Ал мынау және ятыр деп отырады біреулер. Сонда 6 сағатларда алып қалып, бос сағатларда алып қалып, өйтіп сабақ өткен мұғалімді мен көрмедім. Терең мәнінде болып өтеді. Жақсылап өтеді. Олардың язылатқан нелері, өткен сабақлары бәрі язылыста да, мен сол үшін институтта еш қиналмадым, өзім айта жатқан. Міне сол Қазақстанға барсам, біздің Ажнез мектебінің оқушылары, мысалы, директор болған матырыпты да, әзір Ақтөбеде директор біреулер, жаңыл дейміз. Неде де, мына любой жерде енді бәрін айтпай-ақ қояйын. Мінекей һәмме бірге жиналып, Қарақалпақ класс, қазақ класс, орыс класс, Спутуда һәмме оқығандар жиналып отырыппыз ғой мінекей.
ауызбіршілікпен. Біздер рус классында 6 адам оқыдық та. Рус класс жауып қалатын болды. Содан кейін біздерді алып кетті. Себебірсін Жеміратова Базик достым. Ол да барып еді біздермен Махмуд, мен, Юсупбаев Махмуд, Карлыбаев Макс, Құдайназарова Алтын, Ольга, Бекжанов Аскар, Бекмұхамедова Светлана, фамилиясы Пугачева Светлана. Сол оқушылармен бірге оқыдық орыс классында. 8 жас бітіріп болғаннан кейін Қарақалпақ классы қосылды. 9 онда бірге оқыдық. Қазақ класслары, Қарақалпақ классы, орыс класстары араласып, бір класс оқыдық. Енді мұғалімдеріміз бар еді, жаңағы Зоя Никитичнаны айтып өттіңіз, Анна Кифровнаны айттыңыз, Маргарита Ем, бізге сабақ берді. Ол строгий еді, қаттыға, бақырғанда жаны шығып кететін еді. Бірақ соның есінде арқасында біз жақсы сочинение жазамыз, қате жазбаймыз, диктанттан ома қате жібермейміз. Валентина Петровна қосып үйрететін еді, оқушыларын елеге дейін айтамам мен. Сондай жақсылық беретін еді сабақты да. Енді сондай бір Ажнияз мектебі сондай тарихқа бай. Орыс жазбан адамдар болғаннан кейін біздерде мәдениет алдында болды, жаңағы Райпан айтқандай. Біздер әне жерде бірінші орын едік та. Жарыстарда әне қалдырып тұратын Ажнияздан оқушы келатыр, болмаса жарысқа біреу келатыр десе жасқанда әне қорқатын тұсылар алып кетеді деп та. Себебі орыс класстары бар болғаннан кейін көп жерлерде орын алған дейді. 9-10 класста орыс тілін олимпиадаға қатынасып бірінші орынды алдым. 8-ден кейін жаңағы достым кетіп қалды ғой енді районға. Екеуміз не қыламыз да? Олама Ажнияздан шыққан. Бірінші орынға таласып қаламыз біздер, Қарымбайдың. Сөйтіп мені жібереді ғой енді да. Мен кететін едім, 9 класста Наманганға бардым, 10 класста Самарқандқа барып қайттым. Нөгістен орын алдым да, 2-ші орынға алдым бірақ. Бір мені 2-3-ті жіберетін еді да уақытта. Сондай олма мектебімізде жақсы оқушылар көп болды. Нөкіске бардық қой, бөзге ойнап деп біздер. Бәрімізге де ойын ойнады, алты қыздың ойын ойнады. Нөкіске бар. Бөзден штабдық, бөзден жаңағы тек сыртымызда жакетіміз жасыл жылтырақ, атласта. Нөкіске бар, ойын ойнап қайтқан уақыттарымыз болды. Сонда бір уақытта айтты, ауылымызда бөз қалды ма деп бізде. Бөз қалды ма деп